Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік ұсынады. Сәтті идея интеллектімен қоса еркіндіктің де жемісі. Йозеф Шумпетер. Еліміздегі байырғы өндіріс орындарының бірі Атырау мұнай өңдеу зауытының іргетасы сонау 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде қаланып, 1945 жылдан бастап іске қосылды. Ол кезде зауыттың қуаты жылына 800 мың тонна мұнай өндіруге жараса, қазір бұл көрсеткіш 5 миллион тоннаға жеткен. Осылайша бұл зауыт отандық мұнай өнімдерін шығаратын еліміздегі озық кәсіпорынға айналды. Қазір күллі Қазақстанды қамтып отырған Атырау мұнай өңдеу зауыты әуел баста республиканың батыс және оңтүстік аймақтарын мұнай өнімдерімен жарақтауға негізделген еді. Елдегі ескі де жаңа кәсіпорын экономикалық қажеттілікке орай құрылысы да рекордтық межеде жүрген нысандардың қатарында. Зауыт бас аяғы 2 жылда бой көтеріпті. Осы арада зауыт тарихы мен даму кезеңдер туралы графикалық тізбе ұсынсақ. Зауыт құрылысы 1943 жылы 14 сәуірде басталды. 1945 жылы алғашқы өнімін берді. 1965 жылдан Маңғыстау мұнайын өңдей бастады. 1969 жылы жылдық өнімі 3 миллион тонналық атмосфералық түтікше электр тұзсыздандыру қондырғысы іске қосылып, бензин, дизель мен қарамай өнімдерінің мөлшері артты. 1980 жылы қазақстандық тұңғыш кокс салынды. 1987 жылы White Spirit өндірісінің бірінші кезеңінің автоматты желісі іске қосылды. 2003 жылы зауыттың мұнай өңдеу тереңдігі 92%-ға жетті. Зауыт негізінен процессинг бойынша жұмыс жасайды. Сондықтан да негізгі өнім ішкі рынокта қалады. 2003 жылдан бері кәсіпорын дамудың жаңа сапасына көшіп, өндірістік меже қарқын алғанын айттық. Бұл тараптағы оң қадамдарға сеп болып отырған жаңа технологиялар зауыт үшін таңсық дүние емес. Қазір мұнда маңызды 5 қондырғы жұмыс істеп тұр. Олар Elo AT2 бастапқы мұнай өңдеу қондырғысы, Elo AVT3 бастапқы мұнай өңдеудің вакуумдық блогы, LG3511D300 шикізатты гидротазалаудан өткізе отырып, катализдік референттеу қондырғысы, гудронды баяу кокстау қондырғысы, мұнай коксын қыздыру қондырғысы. Мұнайды өңдеу және ауқымды көкірсендіру өндірісінің құрамына мұнайды алғашқы өңдеу қондырғылары Elo AT2 және Elo AT3 қондырғылары, каталитикалық референт қондырғысы және дизель, бензин, отынын сутекпен тазарту құрамдасқан қондырғылары және де сутекті тазалау және өндіру қондырғылары кіреді. Бұл аталғандардың арасында дизель отынын сутекпен тазарту қондырғысының қай межеде болмасын маңызы ерекше. Дизель отын сутекпен тазарту қондырғысы негізгі міндеті ол дизель отынынан азоттан, күкірттен тазарту және де дизель отынның қату температурасын төмендету болып табылады. Және де бұнда бізде осы өндірісті іске қосу арқылы біз осы өңірдегі экологиялық ахуалды жақсартуға, экономиканы жақсартуға және де евро стандартына сәйкес келетін мұнай өнімдерін шығаруға қол жеткізіп отырсыз. Зауыт тежеусіз даму үстінде. Мәселен, бір ғана 2010 жылы іске қосылған вакуумдық блоктың қуатын тілге тиек етсек. Мұнда жылына 62 мың тонна дизель отыны, 942 мың тонна гудрон, 178 мың тонна жиынтық кокс, 161 мың тонна автокомпонент, 551 мың тонна жеңіл және ауыр газ ойл, 105 мың тонна майлы газ өндіріледі. Аталған блок сонымен қатар вакуумдық мұнай газбен қыздырылған кокс өндірісін ұлғайтуға, өнімнің құнын арттыруға жол ашты. Зауытта мазутпен жабдықтау проблемалар шешілді. Әрі осы аталған шаруаларды игеру үшін 630 адам жұмыспен қамтылды. Зауыттың алға қойған мақсаты да айқын. 2015 жылға дейін кәсіпорын 2 ірі жобаны жүзеге асырмақ. Олар ароматикалық кешен құрылысы және мұнайды тереңдетіп өңдеу кешені. Хош иісті көмірсутектер өндірісі кешенінің құрылысына 2000 адам жұмылдырылып отыр. Кешен 2013 жылы іске қосылып, тұрақты түрде 496 адам жұмыспен қамтылмақ.
Кешенде жоғары қосылғышты мұнай химия өнімдерінің көптеген түрлері өндіріледі. Бензол мен хош иісті көмірсутектерді аз пайдалану арқылы бензиннің экологиялық зиян азайтылады. Мұнайды терең өңдеу кешені 2014 жылы іске қосылмақ. Ал оған дейінгі құрылыс барысында 2500, пайдалану кезінде 390 адам жұмыспен қамтылмақ. Елдің бензин, дизель және авиа отынға деген ішкі қажеттілігін өтеу барысында жылына 1303 тонна бензин, 1460 тонна дизель отынын шығаруға негізделген жобаның төмендегідей басқа да мақсаттары бар. Теңгерімді қуатты жылына 5 миллион тоннаға дейін арттыру. Мұнайдың терең өндірісін 84%-ға дейін арттыру. Ақшыл мұнай өндірісін арттыру. Мотор отындарының сапасын Евро 4 стандартына дейін көтеру. Өз кезегінде бұл қадамдар зауыт өнімінің ассортиментін кеңейтіп, сапасын арттырып, мәселен, бензол мен параксилолдың құнын көтеруге сеп болмақ. Біздің мақсат өнімді Евро 4, одан әрі Евро 5 стандартына сай ету. Мобильді сапа зертханасы сатылатын отынның сапасын шапшаң тексеруге қауқарлы. Мұнда 20 минуттан 1 сағатқа дейінгі аралықта зауыт өнімдерінің экологиялық сипаты анықталады. Мәселен, жоғарыда айтылған АИ-95 маркалы бензиннің құрамдағы бензол, күкірт, хош иісті қосындылар мен көмірсутек сынды 30-дан астам параметрді анықтайды. Ал алынған деректер отынды пайдалану қауіпсіздігінің көрсеткіштері болып табылады. Бензинді және изомерация қондырғысынан жоғары компонентті бензин компоненті алынады. Изомеризат 88 октандық санымен. Каталикалық реформ қондырғысынан алынатын өнім тұрақты катализат октандық саны 95. Осы екі жоғары октандық компонентті қосу арқылы премиум 95, супер 98, регуляр 92 маркалы жоғары октанды бензин өнімдері шығарылады. Осы орайда Атырау мұнай өңдеу зауытынан шығатын басқа да өнімдерді атай кетсек. Мұнда жоспарлы мұнай өнімдері бензол мен параксилолдан бөлек сусабын, синтетикалық құралдар мен ыдыс жууға арналған афол сұйығынан тартып 17 түрлі өнім шығарылады. Ал оларды химиялық құрамы, тіршіліктегі қажеттілігіне орай былай жіктейміз. Этилденген бензин түрлері, экологиялық таза жазғы қысқы дизель отындары, техникалық түйіршік күкірт, күкірті аз тұрмыстық отын мен мұнай коксы, TC1 маркалы реактивті отын, white spirit және сұйытылған көмірсутекті газ, отындық қарамай және вакуумдық газойл, алюминий өндірісіне арналған жиынтық мұнай коксы. Ендігі бір аз сөзді зауыттың әлеуметтік саладағы белсенділігі тұрғысында өрбітсек. Зауыт жанында қызметкерлердің денсаулығына жауапты медициналық қосын жұмыс істеп тұр. Жас маман кәсіпорын тарапынан жоспарланған медициналық тексерусіз жұмысқа қабылданбайды. Жұмыскерлердің балаларына жыл сайын Алматы, Астана, Көкшетау қалаларына демалыс жолдамалар беріледі. 2006 жылы зауыттың 140 қызметкері баспаналы болды. 2008 жылы мұнай өңдеушілерге арналған коттедждер қалашығы бой көтерді. 2011 жылдан зауыт персоналдарына деп тұрғын үй мен 120 орындық шағын гимназияның құрылысы жүріп жатыр. Біздің кәсіпорындағы инновациялық қайраткерлік бір үзге түскен. Қызметкерлердің өндірістік, ғылыми техникалық және интеллектуалдық потенциалын арттыруға күш салып отырмыз. Инновациялық ұсыныстар жүйесі қалыптасқан. Бұл тараптағы белсенділік кәсіпорынның қалауымен шет жерлерде де өрбуде. Айталық, кәсіби интеллектуалдық біліктілігін арттыру үшін мамандардың Мәскеу, Астана мен Алматы қалаларында білім шыңдауы үрдіске айналған. Бұл орайдағы және бір жетістік республикалық рационализатор KZ байқауына Атырау мұнай өңдеу зауыты да өз рационализаторлық жобасын жолдап отыр.